Технологияның рауажлануы нәтижесінде кешегі техникалар бүгінгі күнге келіп, ақылы техникаға айланып үлгерді. Мысалы, смартфон, ақылы телефон, ақылы үй, ақылы сағат. Бұл тізімді елде давам еттіре беруге болады. Яғни инновациялық технологиялар әлемінде смарт, ақылы сөзі кеңінен қолданылмақта. Осы тарауға қызығушы жастарымыз да арамызда бар. Біз бүгін рубрикамыз арқылы осы тарауға қызығушы жастарымыздың бірі Давид Қонарбаевпенен сөйлесеміз. Давид, сіз жаңа компьютер бағдарламаларын жаратуға, сондай-ақ техникалық ісlemелерді істеуге қызығасыз. Қазіргі уақытта қандай бағдарламалар үстінде істеп жатырсыз? Қазіргі уақытта робототехника тарауына қызығушылығым нәтижесінде өзімнің смарт светофор проектін істеп шықтым. Мәселен, осы проект істеп шығуда жақыннан жәрдем берген ұстаздарым Катерип Азизамен біргелікте істемектемін. Бұл жойбарды кеңірек түсіндіретін болсам, Тиканың мектеп алдында һәм балалар бақшасында жолдарды тәртіпке салады. Бұның Тикаға функциясы ретінде адам бар екен сезуші датчик жәрдемінде сол сигналды светофор сигналына жеткереді. Бұның нәтижесінде жасыл, сары, қызыл режимде өтеді. Машиналар тоқтайды, автотранспортлар тоқтайды. Соң мектеп оқушылары жолда екінші тәртіпке өтеді. Мысалы ретінде айтатын болсақ, макетте көріп тұрғаныңыздай балалар бақшасы көрсетілген. Жолдың шетінде оқушылар кие тұрған кезінде өзі датчик сезеді. Бұл жерде смарт светофор атынан белгілеп отырды. Яғни оқушы жастар, яғни балалар сол светофорға жақындаған кезінде автомат түрде пиядалар үшін жасыл, автомобильдер үшін қызыл свет жанады. Бұл проект Тикаға мақсат сонда сол балалардың қауіпсіздігін тәмінлеу һәм жолдарды тәртіпке салудан ibarat. Бойынша дүния тәжірибелерін үйреніп көрдіңіз бе? Осылар hakkında айтып берсеңіз. Әлбетте, бұл істемені істеместен бұрын сол шет ел тәжірибелерін үйреніп шықтым. Мысалы ретінде айтатын болсам, Қытай, Япония һәм Финляндия жауырланған мемлекеттер светофорын үйреніп шықтым. Бұның нәтижесінде өзімізге икемлестіріліп, өзіміздің шариғатымызға масластырып, сол смарт светофор істеп шықтым. Бұл смарт светофор басқа светофорларға қарағанда айырмашылығы сонда, бұлар тек адам бар кезінде қызыл сигнал беру. Адам жоқ кезінде жасыл сигналда іркіліссіз автотранспортлар өтуін тәмінлену болып есептелінеді. Давид, және қандай компьютер бағдарламаларын істеп жатырсыз? Қазіргі уақытта мектепке шейінгі тәлім системасында ақпарат технологияны рауажландыруға өз үлесін қосуға ниет етіп қойдым. Бұның нәтижесінде қазіргі уақытта мектепке шейінгі тәлім системасында кіші балалар ойындарын істемектемін. Қазіргі күнде елімізде автотранспортлар саны көбеймекте. Бұның нәтижесінде мектеп алдында оқушылардың жолдың екінші тарапына өтуі қиынласып қалды. Кіші балаларымыз мектеп үйінен алыс жерге қатынайды. Жол тасушы транспорттар маршруттардан кең пайдаланады. Пайдалану процесінде сол жолдан өтуде қауіпсіздік тәмінлеу мақсатында өзіме ниет етіп, осы проектті 3 айдан бері ізденулер алып бармақтамын. Қазіргі уақытта осы техникалық ісlemелеріңіздің, компьютерлік бағдарламаларыңыздың авторлық құқығын қорғау мақсатында оған куәлік, ямаса патент алу бойынша қандай іс-іләжларды әмелге асырып жатырсыз? Макет формасында жақын арада соны құрылма сипатында Өзбекстан интеллектуал мүлік агенттігіне арызменен шықпақшымын. Өткен жылы балалар үшін арналған инглизстен алфавитін үйретуші ойынға Өзбекстан интеллектуал мүлік агенттігі тарапынан патент алдым. Бұл ойын балаларды инглизстен алфавитін үйретуге бағдарланған. Бұл ойында тек ойнап қалмастан инглизстен алфавитін үйретуге әрекет етеді. Бұндан басқа да міне осы кейінгі проектім смарт светофорға да
осындай интеллектуал мүлік агенттігі тарапынан патент жұмыстарын алу ниет етіп қойыппын. Осы орында жетістіктеріңіз хақында айтып берсеңіз. Осы оқу жылына процесінде мен көптеген таңдаулар һәм көргізбелерге қатынастым. Өткен жыл жоғары оқу орындар арасында инновацион идеялар стартап таңдауына белсенді қатынастым. Бұл таңдауда өзімнің контракт өз проектімен қатынастым. Бұл проект Тиканың студенттердің контракт сумасын автомат түрде төлеу һәм қарыздарлық хақында маалыматты автомат түрде алу болып табылады. Бұл проект көптеген 400 проекттің ішінде жоғары орынды алуға ерісті һәм ярым финалға жетіп бардым. Бұнан басқа да программалаушылар бойынша өткеріліп жатқан әр түрлі таңдауларда белсенді қатынасып, жоғары орынды алып келмектемін. Ілім һәмде технологиядағы жетістіктер өндіріске енгізілер екен, бұл әлбетте инсанлардың қол менетін жеңілдестіруге себепші болады. Бұл болса өз кезегінде жұмыс өнімдарлығын һәм сапасын арттыруға Тикаға түрткі болады.